Assalamualaikum YouTube көрермендер. Қалайсыздар? Бүгінгі видеода сіздер көресіздер органайзер туралы түсіретін боламыз. Олардың қандай түрлері бар, цветтері қандай және материалы қандай. Олай болса кеттік. Dostlar, mындай материалда эко-кожа деп, кожаның таза кожа емес, енді эко-кожаның аман қатары ғой. Осындай түрлері мына 40, бұлай мыналар 48 см лайның ішінде екі орналастырғыш бар. Міне цветтер қара және қара ақ және қара қызылымен басқысымен бар. Және де 48 см болса, мынандай кішкентай бар, бұлар 32 см. Ішіне келетін болса, мына липучка. Іші мінекей екі орын бар, екі жағына. Мұның бәрі липучкамен орналастырған, мынандай. Өзі алынады, жиналады, жақсы. Бұлай өздеріңіз қалай ыңғайлы қылып істейсіздер, сол ыңғайлы болып келеді өзі. Ұстайтын жері мынандай шурупка, мынандай магнит сияқты орнатылған. Линия сияқты өзі кішкентай. Екінші жағы осындай. Осылар сумка. Багажник дейді. Өте ходовой зат, қазір жақсы сұраныста ие. Міне багажниктен кішкентай машиналарға 32 см кішкентай бір орындық бұл. Және де бұдан бөлек бізде органайзер текстиль материалы жұқадан обычный материал, міне дермантин, мынандай липучкамен бұлардың әртүрлі багажникпен бар. Mercedes, Toyota, Audi қалдары көрсетеміз. Бұларды липучкамен тоже орындары шорын, бұда шорын өзіңіз қалаған затыңызды, мысалы машинада шашылып жүрмей, осы жерде бір жерден айланып жиналып тұрады. Осындай сумкалар міне логотиппен РРдің және де машиналардың өзінің логотипімен солармен бар.